Сәлеметсіздер ме, құрметті 10-шы сынып оқушылары. Бүгін бізде қазақ тілі пәнінен қазіргі қоғам құндылықтары, мәдениет және өркениет, сөз мәдениеті бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты: мәтінде көтерілген мәселені талдай отырып, негізгі ойды анықтау және ғаламдық мәселелермен байланыстыру. Белгілі бір тақырып аясында сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолдана білу. Сөз жасамдық және синтаксистік нормаларды сақтай білу. Бағалау критерийлері: білім алушылар, яғни сіздер, көтерілген мәселенің негізгі ойын анықтап, ғаламдық мәселелермен байланыстырасыздар. Белгілі бір тақырып аясында сөздерді іріктеп, түрлендіріп, талғаммен қолдана білесіздер. Сөз жасамдық және синтаксистік нормаларды сақтайсыздар. Орындау уақыты 15-20 минут. Бүгінгі жиынтық бағалау барысындағы мәтініміз «Жаңа жағдайдағы Қазақстан. Іс-қимыл кезеңі» деп аталатын президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылғы 1 қыркүйекте жариялаған Қазақстан халқына жолдауы бойынша. Құрметті оқушылар, сіздерге беріліп отырған мәтін Ғаламтор сайтынан алынды. Сілтеме мәтіннің соңында қоса беріліп отыр. Мәтін көлемді. Мәтінді мұқият оқып танысасыздар. Содан кейін беріліп отырған тапсырмаларды орындайсыздар. Бірінші тапсырма: мәтіндегі негізгі ойды анықтап, көтерілген мәселелерге баға бересіздер. Одан кейін, осы жолдаудағы алдыға қойылған мақсаттар жүзеге асырылса, қоғамда қандай өзгерістер болар еді деген сұраққа эссе талдау әдісі арқылы жауап бересіздер. Яғни сіздер беріліп отырған кестені толтыруларыңыз қажет. Екінші тапсырма: президенттің пандемия әкелген дағдарыс көп нәрсені үйретті. Мысалы, дәрігерлер еңбегін бағалау. Себебі бұрын медицина қызметкерлері мемлекеттің назарынан тыс қалған еді. Мамандықтың маңызы материалдық көмекпен де анықталу керек деген пікіріне 4-5 сөйлеммен өз ойларыңызды жазасыздар. Үшінші тапсырма: сандық сауаттылық қазіргі таңда қаншалықты маңызды деп ойлайсыз? Осы сұрақтың төңірегінде өз пікіріңізді жазбаша білдіресіз. Мәтін құрылымын сақтауды ұмытпаңыздар. Құрметті оқушылар, сіздер жиынтық бағалауды жазу барысында дескрипторға міндетті түрде сүйенулеріңіз қажет. Бірінші тапсырма бойынша экономикалық, саяси, әлеуметтік, технологиялық мәселелерді анықтай алғандарыңызға әрқайсысына 1 ұпайдан аласыздар. Екінші тапсырма бойынша сөздерді дұрыс іріктеп қолданғандарыңызға 1 ұпай, сөздерді талғаммен қолданғандарыңызға 1 ұпай, пікірге қатысты өз ойларыңызды білдіргендеріңізге 1 ұпай. Үшінші тапсырма бойынша мәтін құрылымын сақтағандарыңызға 1 ұпай, сөз жасамдық және синтаксистік нормаларды сақтағандарыңызға 1 ұпай, барлық ұпай саны 9. Құрметті оқушылар, жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар.